Ешкімге аласы жоқ, бересі жоқ. Өсібет туғарының төресі боп, апырай шырыменен кеткенің бе, қарғамау өткен күннің елесі боп. Естәлі, ойнағаның күлгенің де, құлындай құлдыраңдап жүргенің де, орның бөлігі дау айналайын, тірліктің балдай тәтті күндерінде. Дос. Дос. Үлкен ұғым. Адамның өмірінде дос деген ұғым бар. Жынысыңды, тегіңді, туысыңды Алла тағала маңдайыңа жазып берген екен. Ал дос пен жар таңдауды құлының қалауына қалдырған. Айлы түндерде жұлдызға қарап сырласушы едік жан досым. Арманың сенің сансыз көп еді, бар еді әлі тағдырың. Қалайша достым, өмірде мынау өзіңді өзің қызғанып, ақылға сыймас жұмбақ күйіңде қыршында кетті ғұмырың. Өмірдің мынау қатал заңына төзіп ақ жүр ғой талай жан. Күлгі қоқыс кезген үйсіз жандар да өмірден ләззат ала алған. Сол жандар сенен бақытсыз еді, адами өмір таба алмай, тіршілік үшін амал сірә иттерлік күнге бара алған. Қатыгез қоғам қыспаққа алса шыбын жан өмір қиылар. Бақытын таппай тұншыққан жандар әртүрлі отқа ұрынар. Білемін сенде жанашыр жақын қыршында кетіп жатқанда, бақытты армандар табанда жатып қайғыдан сірә құрыған. Басыңа бардым, құлттас сенің мәңгілік еткен айғағың. Көктасын өрлеп қарғадым жерден, қоршап ап жатыр аймағың. Қара жер көрпе ұсынып жатса Құдайдың ісі деген бар. Сондықтан досым, не шара менде жәннатта болсын жас жаным.